Республикалық балалар кітапханасында шайыр Абдыразақ Сейтжановтың туылғанына 90 жыл толуы мүнәсебетіменен балалар сүйген шайыр атамасында әдеби ұшырасу кешесі болып өтті. Оған пайтақтымыздағы ұлыма білім беру мектептерінің оқушылары, мұғалімлері һәм кітапханашылар қатынасты. Кешеде сөзге шыққанлар шайырдың қосықлары балаларды сыйластыққа, әдеплілікке шақыруменен бірге ана табиатқа болған хүрметті арттыруға қызмет ететұғынығын айрықша тілге алды. Белгілі балалар шайыры һәм әдулі ұстаз Абдыразақ Сейтжановтың 90 жылығы биыл кітапханамызда кең түрде белгіленбекте. Ол балаларға арнап бірнеше қосықлар, ертеклер, поэмаларды өреткен. Оның әрбір қосығы балалардың шадлы өмірі, табиатқа болған сүйіспеншілігі шебер суретленген. Оның «Ана уатан нөкіс» атлы қосығында былай жазылған еді: «Көзлеріме тасланасаң алыстан, тарихыңа әуел бастан таныспан, әр күн сайын көззалланып толыссаң, саған қарап шадланаман нөксім» деп жырлайды. Оның әрбір қосығы балаларды әдеп ікрамлылыққа тәрбиялайды. «Ақ бұзау» атлы поэмасында балалардың ауызбіршілігі, табиатқа болған, ауылына болған сүйіспеншілігі, әдеп ікрамлылығы шебер суретленген. Ол тек қана жазушы һәм шайыр болып қалмастан, мектепте балаларға қарақалпақ тілі һәм әдебиеті пәнінен ұстазлық еткен. Балалардың білімін асыруға, олардың әдебиетқа, кітапқа болған қызығушылығын арттыруға қызмет еткен. Біз де жазушы шайырдың қосықларын, өмірін һәм дүрітушілігін оқушыларға жақыннан таныстыруға әрекет етпектеміз. Сондай-ақ өткерілген ләжда шайырдың перзентлері де мейманда болып, оқушыларға өз әкесінің өмір жолы һәм көркем дөретпелері хақында қызықлы мағлұматлар беріп өтті. Әкеміз балалар шайыры болған. Балалар шайыры болу үшін де бала болу керек. Сондай балалардың тіліменен, балалардың сөзіменен бала болып, қосылар дөретіп, халқымызға балалар шайыры болып танылған. Егер тірі болғанда 90 жасқа шығарады, нәпақаға шықса да, балаларды жырлауды еш уақыт қоймаған. Балаларды өмірінің ақырына дейін балаларды жырлап өткен. Әкеміз шаңырақта мехрибан, ауыр сөзі жоқ, айтатыны әмме уақытта сол жақсы сөз, ақыл. Сонымен қатарда бір айтып кететін нәрсе, көшемізге самалдар шықса сыртқа, балалар жүгіріп келіп, атаменен сәлемдесіп, атларын айтып, атларына қосық шығарып, әмме баланы өз перзентлеріндей көреді оны. Әммеге мехрибан, әммеге сондай дәрежеде өз насихатларын айтатын еді. Сол әкеміздің осындай насихаты менен, әкеміздің берген тәрбиясы менен, әкеміздің берген мехрі менен осындай камалға келдік. Ата кәсібін бір баласына береді дейді. Сол айтқандай әкемнің шайырлық жолын давам етіп жатырмын.